Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге сливочный соустағы тауық еті мен саңырау құлақты дайындаудың жолын көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар саңырауқұлақтар, яғни шампиньоны, кішкентай түрі менде үлкен қолдансаңыз да болады. Сосын бір пияз, тауықтың төс еті және сливки менде 20%, 10%-ығы да жарай береді. Ең алдымен біз шампиньондарымыздың қабығын осылай видеодағыдай ашып тазалап аламыз. Яғни бұл саңырауқұлақтарды мүлдем жумаймыз. Бізге осы шампиньондардың құрғақ болғаны маңызды. Яғни қабығын ашып болғаннан кейін де ешқандай суға жуып алмаймыз. Осы күйінше турап қолдана береміз. Ашылған шампиньондарды біз қалауымызша турап аламыз. Ең бастысы тым қатты кішкентай болмау қажет, себебі қуырылған кезде көлемі кішірейіп кетеді. Сосын бір үлкендеу пиязымызды видеодағыдай осылай өте майда, яғни ұсақ етіп турап аламыз. Сосын тауықтың төс етінде осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Сосын барып, оның әрқайсысын осылай видеодағыдай соломка етіп, жұқалап турап аламыз. Осылай турасаңыздар, әдемі көрінетін болады. Енді тавамызды отқа қойып, майымызды құямыз. Сосын оны қыздырған соң тауығымызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Осылай аппақ болған кезде татымына қарай тұз қосамыз. Тағы да кішкене қуырамыз. Сосын пиязымызды қосамыз. Тағы да жақсылап қуырамыз. Тауық етін біз толығымен піскенше осылай қуырып дайындаймыз. Яғни 30 минуттай осылай қуырамыз жалпы алғанда. Түсі осылай қоңыр түске енгенше. Осымен біздің тауығымыз дайын. Оны біз бөлек осындай ыдысқа алып аламыз. Енді дәл сол ыдысқа тауықтан кейін бірден май құйып, кішкене саңырауқұлақтарымызды қуырып аламыз. Саңырауқұлақтар негізі майды тез сіңіріп алады бойына. Сондықтан қуыру барысында май тартылып кетсе, кішкене май құйып жүрсеңіздер ештеңе етпейді. Оны 5 минуттай қуырып алған соң, үстіне тауық етімізді саламыз. Сливкиімізді құйып жібереміз да жақсылап араластырамыз. Негізі бұл тағамды әзірлегенде тек сливки ғана қосса болады, немесе жай қаймақпен кішкене суды араласса да болады. Бірақ сливкимен қатар осылай қаймақ қосып жүрсе, өте дәмді болады, қою болады, бір ерекше дәмді болады. Сондықтан осылай істеп көруге кеңес беремін. Бірақ барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен болсын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Сосын біздің тамағымыз, яғни сливкиіміз осылай бір бұрқ етіп қайнаған кезде қақпағымызды жауып, ең төмен отта 15 минут бұқтырамыз. Осылайша біздің сливочный соусымыз, яғни тамағымыз дайын. Бұған кез келген гарнир кете береді. Яғни макаронның кез келген түрі, немесе тіпті күріш те кете береді. Барлық өз қалауынша. Бүгін менде жай ғана спагетти осылай ішіне салып араластырып жібердім. Сосын дастарханға ұсынарда, яғни ыдысымызға осы күйінше араласқан күйінше салдым. Отбасыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, және каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.